Өте дәмді және тез дайындалатын, балдарға да ұнайтын ореховый пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм ұн және 100 грамм маргарин немесе сары май, 1 чайная ложка разрыхлитель салып, песочное тесто жасаймыз. Бөлек ыдысқа 50 грамм құмшекер мен 1 жұмыртқаны салып, араластырып, жаңағы жасаған қамырымызға салып, қамыр илейміз. Қолға жабысқақ қамыр пайда болады. Оны пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бізге 200 грамм жаңғақ керек болады. Мен жаңғақ шағуға далаға кеттім. Осылай жаңғақтарымды шағып алдым. Міне 200 грамм ровно. Оны біз майдалауымыз керек. Измельчитель немесе осылай мен сияқты пакетке салып, оқтаумен майдалауға болады. Жаңғақтан енді начинкасын жасаймыз. 3 жұмыртқа және кондитерлік дүкендерде глюкозный сироп сатылады. Одан 100 грамм қосамыз және құмшекер 120 грамм. Жақсылап араластырамыз. Мен негізі пирогты духовкада көбірек пісіріп қойыппын, 5 минут артық. Сол үшін сәл қарайып тұр мен пирог. Негізі ақшылдау болады. Қамырын осылай жайып аламыз, формамызға саламыз. Форма 24-26 диаметрлік болса болады. Астын вилкамен тесіп шығамыз да начинкамызды салып 170 градуста 30 минут піседі. Ас болсын.